Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пельмен тағамын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа және де бір шай қасық тұзымызды және де жарты пилай суымызды құйып, және де електен өткізілген ұнымызды салып, орташа қаттылықтағы қамырымызды елеп алатын боламыз. Қамырымыз өте тығыз қамыр болып шығады. Және де менің каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Мен сізді өз каналымда күтетін боламын. Қазақша контентті қолдап, осы каналдың алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осылай орташа тығыздықтағы қамыр болып шығады. Енді салафанымызға салып, тындыруға қойып қоятын боламыз. Ол аралықта сорпасын да дайындап аламыз. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, үстіне майымызды құйып, және де үстінен пиязымызды салып, және де сәбізімізді салып, сәбізіміздің сары суы шыққанша жақсылап 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Міне осылай кішкене сары суы шығуға қажет, және де үстінен сақтап туралған картопымызды салып, оны да жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Картопымызды да 2-3 минуттай қуырып алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды, томатымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Және де томатпен қатты қуырмаймыз. Томатымыз осылай 1-2 мәрте араластырған соң, үстінен салқын суымызды құйып, салқын суымызды қатты отта қайнатып алатын боламыз. Және де қайнаған соң астын басуды ұмытпаңыздар. Ол аралықта ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Ең алдымен осылай ұсақтап туралған 2-3 дана пиязымыз қажет болады. Және де үстінен 1 шай қасықтай тұзымызды, және де дәміне қарай қара бұрышымызды салып, екеуін жақсылап пиязымыздың сөлі шыққанша езіп алатын боламыз. Және де өзімізге қажетті мөлшерде тартылған етімізді де салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің пельменіміздің салмасы дайын болады. Ол аралықта біздің қамырымызда жұмсарып, әдемі жайылуға өте ыңғайлы қамыр болып тұрады. Осылай кішкене қолымызбен домалақ пішінге келтіріп аламыз, және ұнымызды сүйе отырып, оқтаудың шетін басып, қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Міндетті түрде қамырларыңызды жұқа етіп жайып алыңыздар. Дәл осы қамырмен жасайтын болсаңыздар, сіздердің пельмендеріңіз жыртылмай, езілмей, сорпаға салғанда әдемі болып шығатын болады. Және де менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Жаңа канал болғандықтан алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Қазақша контентті қолдайық. Және де менің каналыма лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол біз үшін өте маңызды. Осылай қамырымыздың шетін баса отырып, жұқа етіп жайып аламыз. Қаншалықты жұқа етіп жайсаңыздар, соншалықты пельмендеріңіз сочный болып шығатын болады. Міне біздің қамырымыз жайылып болды. Дәл осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Және де дәл осылай видеодағыдай барлық шетін біркелкі етіп жинап аламыз. Міне қамырымызды жинап болдық. Енді қатты көлемін үлкен етпей, осылай орташа етіп кесіп аламыз барлық қамырларымызды. Барлық қамырларыңызды біркелкі етіп кессеңіздер, пельмендеріңізде біркелкі әдем болып шығатын болады. Және де кесіліп алған қамырларымызды тағы да жая отырып, 4 бұрышты етіп тағы да кесіп аламыз. Егер де қамырларыңызды жұмсақ етіп елеп қойған жағдайда арасына ұн сеуе отырып кесіп алыңыздар. Осылай жинаған кезде қамырларыңыз бір-біріне жабысып қалмайтын болады. Сол үшін міндетті түрде арасына ұн сеуе отырып кесіп алыңыздар. Міне мен барлығын осылай біріне үстіне бірін қойып отырып, біркелкі етіп кесіп шығамын. Ал енді кесіп дайындап алған қамырларымызды дәл осы видеодағыдай бір-біріне жабыстыра отырып түйіп алатын боламыз. Маған осылай түйілген түрі ыңғайлы болғандықтан мен тек қана осылай түйемін. Сіздерге де өз қалауларыңызша түйіп жүрсеңіздер болады. Және де барлық пельмендерімізді барлығын біркелкі етіп түйіп шығатын боламын.
Мен барлық пельмендерімді түйіп алдым. Сіздер өз қажеттіліктеріңізге қарай сорпаға салып пісіріп алсаңыздар болады. Қалған бөлігін морозилькке салып қатырып қоюға да болады. Енді пельмендерімізді қайнап тұрған сорпамызға салып аламыз. Барлығын бірден тез-тез салыңыздар. Және де осылай кекпірмен астын араластырып жіберуді де ұмытпаңыздар. Асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай 2-3 мәрте қайтара араластырып жібереміз де қаппағын жауып қатты отта қайнатып аламыз. Бір мәрте қайнап шыққан соң астын жай отта, ең пәс отта 10-15 минуттай пельменімізді піскенше қайнатып аламыз. Не біздің пельменіміз пісіп шықты, бір-біріне жабыспай, езілмей, өте әдемі болып шығатын болады. Сіздерге де дәл осылай менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Енді дәміне қарай көк пиязды да сеуіп ұсынсаңыздар өте керемет болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болған жағдайда менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.